Үй жағдайында зоб ауруын анықтаудың 3 әдісі. Қалқанша бездің өсуі қауіпті ауру. Дер кезінде емдемесе хирургиялық ота жасалынуы мүмкін. Десе де халық емін қолдана отырып, қауіптің алдын аласыз, әрі ота жасатпауға болады. Емді бастамас бұрын зобтың бар жоғын анықтап алайық. Эндокринолог дәрігерлер зобты үй жағдайында анықтауға болады дейді. Ол үшін мына 3 түрлі нұсқаны жасап көріңіз. Йод тапшылығы қалқанша безді сақтайтын да, қорғайтын да йод екенін білеміз. Ендеше, йодтың көмегімен ағзада йод элементі жеткілікті ме, әлде тапшы ма анықтаймыз. Ол үшін мақта оралған таяқшаның көмегімен білегіңізге кесте түрінде йод жағасыз. Егер 1 сағаттың ішінде йод теріге сіңіп жоқ болса, онда ағза йод тапшылығына ұшырағанын білдіреді. Өздеріңіз білетіндей, зоб йод элементінің тапшылығынан асқынады. Екінші тәсіл – қалқанша бездің өсуі. Айнаның алдына жайғасып отырыңыз. Аузыңызға толтырып су аласыз. Сосын иегіңізді жоғары көтеріп, аз-аздан су жұтасыз. Осы кезде қалқанша бездің іскенін байқайсыз. Онда зобтың пайда болғанын білдіреді. Анығын білу үшін қалқанша безді УДЗ-дан өткізгеніңіз жөн болады. Шаштың түсуі. Қалқанша без ауруына шалдыққан науқастардың шашы уыстап төгіле бастайды. Одан бөлек қастары да түсе бастайды. Шаштың түсуіне аса алаңдамаймыз. Алайда бұл ойланатын жағдай екенін ескеріңіз. Зоб ауруының белгілері: жылауықтық, ашуланшақтық, жүрек соғысының өзгеруі, ауа жетіспеу, мазасыздану, жұтынған кезде ауырлықты сезіну, себепсіз жөтел, үнемі көңілсіз жүру. Бұл белгілер жанымызға батпаған соң аса мән бермейміз. Салдарынан ауру асқынып, саулығыңызды нашарлатады. Сондықтан төменде ұсынылған халықтық әдіспен ем жүргізіп жүруді ұмытпаңыз. Тамақтану. Сау болу үшін салауатты өмір салтын ұстану және дұрыс тамақтану керек. Егер сізде зобтың белгілері болса, онда құрамы йод элементіне бай тағамдарды көбірек тұтыныңыз. Ас мәзіріңізден балықты, пиязды, сарымсақты, қызанақты, сәбізді, құлпынайды, цитрусты жемістерді, ананасты үзбеңіз. Ал алкогольді сусындарды, консервіленген қуырылған майлы ет пен кофені шектеңіз. Йод. Ұйқыға жататын кезде табаныңызға йод жағып, мақта матадан тігілген шұлық киіп жатыңыз. Түнімен йод өкшеңізге сіңіп, зоб ауруын емдейді. Алғашында йод бірден сіңіп кетеді. Егер емді үзбей жасап жүрсеңіз, уақыт өте келе йод қалай жақсаңыз, солай тұратын болады. Бұл зобтың жазылғанынан дерек береді. Грек жаңғағы. Жаңғақтың жапырағы мен тамырын жақсылап ұсақтап алыңыз. Үгіндіні ыдысқа салып, үстіне салқын су құясыз. Бетін жауып, 30 минуттай тұндырып қоясыз. Осы уақыт өткен соң ыдысты отқа қойып, 10 минуттай қайнатасыз. Сосын қайнатпа салқындаған кезде сүзіп алып, ваннадағы суға араластырасыз. Емдік ваннаны ұйқыға жатар кезде қабылдау керек. Егер 15-18 рет қайталасаңыз, зобтан бір жолата құтыласыз. Шие. 100 грамм шие бұтақшасын үгітіп ыдысқа салыңыз. Үстіне 2 стакан ыстық су құйып, отқа қоясыз. 30 минуттай баяу отта қайнау керек. Сосын қайнатпаны сүзіп алып, міне, осы әдістер зоб ауруын айықтырып, саулығыңызды жақсартады. Қайсы емді бастасаңыз да үзбей жалғастыруды қадағалаңыз. Бұл емнің көңіліңізге ұнаған бірін жасап, дертіңізге дауа табыңыз. Сіздермен бірге Жаңға дауа арнасы каналға тіркеліп, қоңыраушаға басуды ұмытпаңыз.